Әкең мен анаңызды ырысым де. Сен үшін көз ілмеген түн ішінде. Ащы тер, адал сүтін ақтау үшін, жетпейді жиған алтын күмісіңде. Бабын тауып батасын ала алмасаң, баспайды алға қадам бірісіңде. Өлген соң жылқы сойып керегіне, тауықта татырмасаң тірісінде. Адамдар бетіңе күле қарап, аяғыңнан шалуға тырысады. Сол үшін ешкімге сырыңды айтпа, айтсаң да шыныңды айтпа. Ешқашан кетеді деп ойламаған адамдарың бірінші болып кетіп қалады. Туған үйіңнен жайлы жер жоқ. Отбасыңнан қымбат нәрсе жоқ. Шынайы сабыр, соққының алғаш деген сәтіндегі сабыр. Мен үшін әр күн ұлы күн. Құдайға шүкір тірімін. 1 минут уақыт деген сөз, бір үзік менің ғұмырым. Уақыт жоқ менде кектенер, қызғанып іштей жек көрер. Уақыт жоқ менде, уақыт жоқ, біреуге ренжіп өкпелер. Сен қаншалықты ақ көңіл болған сайын, айналаң соншалықты арам және екі жүзді бола бермек. Проблемалар сені депрессияға емес, әрекет етуге итермелеу керек. Түтіп жеп тұс-тұсыңнан талауға әзір, арам да, алаяқ та араңда жүр. Алланың өзі қорғап қолдамаса, адамды аямайды адам қазір. Бақыттың кілті кешіре білу, түсіну, шүкір ету. Арттан сөйлеме, бетке айт, өсекші болма. Жұмсақ бол, бірақ бағынышты болма. Қатты бол, бірақ қатыгез болма. Кішкентай сабыр мен үлкен сенім сені биікке шығарады. Қиын кезде бәрінің бет-пердесі ашылады. Сатылады бәрі де заманның тар пейілі. Сатылмайды тек қана ананың ақ пейілі. Бақыттың қонғанын білмейсің, ұшқанын бірақ түсінесің. Адалдық сұлулықтан да артық. Бір рет алданған көп рет күдіктенеді. Жақсы адамды көргенде оған теңелу жайында ойланды. Ал жаман адамды көргенде өзіңді өзің зертте. Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Нағыз күшті, жауырыны жерге тимеген, қарсыласын күресіп шыққан емес. Тұла бойын ашу оза кернегенде өз-өзін сабырға шақыра білген адам. Әрбір сәт ілгері даму не төмен құлдырау. Адам әуелі өз-өзіне есеп бергеннен кейін ғана өзгелерге баға бере алады. Денеге ең жеңіл болатын құлшылық, үндемеу және көркем мінез. Біреулер жақсы қызды табу үшін соншама қиналады, ал біреулер тапса да бағаламайды. Егер жолыңда қиындықтар көп кездесіп жатса, ашуланба. Өйткені Алла сені бақытты болсын дегені. Ал оңай жолда бақыт кездесе бермейді. Халқыңа адал бол, жауыңа қатал бол, досыңа адал бол. Әйел алдың ба, оған қамқор бол. Алақаныңа салып ұста. Енді оның әкесі де, шешесі де сенсің. Әкеден алатын арқа, шешеден алатын мейірімді сенен көру керек. Бұл жігіттің бойында табылуы қажет қасиеттер. Келіп жатқан ризық сенің жұмыс орныңнан емес, Алладан екенін ұмытпа. Анаңдай адам бұл өмірде табылмас. Өзіңе сен, өзіңнің күшіңе сен, қос қолыңмен істеген ісіңе сен. Алысыңда сыйлайды жақының да, өзіңді өзің төменге түсірмесең. Осы сәтте бақытты бола біл. Себебі өмір осындай сәттерден тұрады. Уақытты бағалаңыздар. Күндер келмеске кетіп жатыр.
Адамзат бүгін адам, ертең топырақ. Бүгінгі өмір жарқылдап, алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің? Өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ. Менде бәрі болады, бірақ уақытымен. Өмір мүмкіндіктердің теңізі, бірақ біз жүзуге ерінеміз. Өміріңнің ең бағалысы сен туылған жанұя, және сен құрған жанұя. Өзіңізге деген сенімсіздік сәтсіздіктің негізгі себепшісі. Қолда барың үшін Құдайға шүкіршілік айтсаң, ол саған жоғыңды береді. Шындық шырағы дауыл соқса да өшпейді. Бір тасқа 2 рет шалынба. Бірінші рет шалынған соң, оны жолыңнан алып таста. Мен біреудің мақтауына немесе кінәлауына көңіл аудармаймын. Мен тек өз ішкі сезіміме еремін. Күлсең, әлем сенімен бірге күлетін болады. Ал жыласаң, сенімен бірге ешкім де жыламайды. Адамға өтірік айтсаң, саған деген сенімін жоғалтасың. Ал кейде шындықты айтсаң, сол адамның өзін жоғалтасың. Алла кекшілді емес, кешірімдіні, өр көкіректі емес, кішіпейілдіні, тәкаппарды емес, қарапайым адамды сүйеді. Мейірімді болу ұлы іс, ал өз жақсылығын жұртшылыққа айтпай, құпия сақтаған адам одан да ұлы. Өзіңе өзің қызығатындай етіп өмір сүр. Адамды ренжітпеуге тырысамын. Шамам келгенше көмегімді аямаймын, бірақ кей адамдар иілген сайын басыңа шығады екен. Адам саған шынымен қымбат болса, оның қанша кемшілігі бары маңызды болмайды. Өміріңе арызданба. Біреулер сен сүріп жатқан өмірді армандайды. Сабыр ет, және барыңа разы бол. Өмір бойы сүйіп, махаббатты төккің келетін адамды да таңдай біл. Көз жыласа, жас тамады кебеді. Жан жыласа, қайғы мұңы кереді. Уа достым-ау, жылатпағын ешкімді. Жылатудың керегі жоқ керегі. Жылатудың керегі жоқ себебі. Жаратушы сұрағанға береді. Түбінде бір әділдігі жеңеді. Сен жасаған істегенің өзіңе. Бәрі шырайын алып келеді. Ар ұяттың есігін күзеткендер, бір-біріңе көңілді мұз етпеңдер. Жақсы адам ол қатыгез адам емес, өз қатесін түсініп түзеткендер. Ерегеспен шығатын есі үнемі, кекшіл адам сауаптан кешігеді. Кешіріңдер адамдар бір-біріңді, кешіргенді Құдай да кешіреді. Өз елінің қара тасын мақтан ете алмаған, өзге жердің алтынын да мақтап жарытпақ емес. Өз тарихын білмейтін адамның болашағы жоқ. Қазақ әйелін жан жолдасым дейді. Бұл үлкен сөз ғой. Жанымен жаны үндес, ойымен арманы үйлес, егіз адамбыз дегені ғой. Тіпті сенің қалай қиналып, талпынып жатқаныңды ешкім көрмесе де, уайымдама. Алла бәрін көреді. Сенің алдыңда көп кедергілер кездеседі. Сен оған мойыма, тек қана алға. Адамның басшысы ақыл, жолаушысы ой, жетекшісі талап, қорғаушысы сабыр, сынаушысы халық, таусылмайтыны арман, ең қымбаттысы ар сақтау. Бәрінен де ардақтысы өмір сүру. Соның ішінде ең тәттісі сыйластық. Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді. Адамдарды сыртқы келбетіне емес, ішкі жан дүниесіне қарап бағалаңыздар. Жүрегі бір рет жараланған адам
жүрегін тереңдерге көміп тастайды, қайта ешкімге көрсетпейді де. Құрметті көрермен, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Арнама жазылып, күнделікті шығарылымды бәрінен бұрын қарап отыру үшін қоңырауша батырмасын басып алыңыз. Достарыңызбен және де ең асыл жақындарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге болған Омардың әңгімелері. Келесі жүздескенше аман сау болыңыз.